Жедел хабарламаларды жеткізуді жалғастырамыз. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Салтанатқа қатты ұқсайтын қызда мейрамханада 1,5 сағат ұстаған. Бишімбаевтың қылмысына қатысты тың дерек белгілі болды. Бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың қолынан қаза тапқан Салтанат Нүкенованың ағасы Ертісбаев Лив арнасына берген сұхбатында қарындасының өліміне қатысты тың деректерді айтып берді деп хабарлайды Айтын KZ Стан KZ-ке сілтеме жасап. Оқиға 9 қарашада болған. Қарындасым мейрамхананың VIP залынан шықпай қойған кезде, менің ойымша, ол уақытта қарындасым көз жұмған. Сол күні түстен кейін Бишімбаев мейрамханаға бір қызды шақырған. Біздің дереккөздердің мәліметінше, ол қыз менің қарындасыма Салтанатқа қатты ұқсайды. Қызды шақырып, мейрамхананың көршілес бөлмесінде 1,5 сағат ұстайды. Осы уақытта Бишімбаев қарындасымның барлық әшекейлерін шешіп алған. Оны ұстау кезінде Салтанаттың әшекейлері Бишімбаевтан табылды. Сондай-ақ інісі Салтанаттың сырт киімін және басқа да жаңа киімдер алып келеді. Біздің күдігіміз бойынша Бишімбаев Салтанатқа ұқсайтын қызды шақырып, Салтанаттың киімдерін кигізіп, әшекейлерін тағып, мейрамхана камераларында Салтанат мейрамханадан өзі шығып кеткен секілді көрсеткісі келген, деді Қайрат Нүкенов. Сонымен қатар, ол қайғылы оқиғадан кейін тараған Бишімбаевтар мен Нүкеновтардың отбасылары татуласты деген қауесетке де жауап берді. Оқиғадан кейін олар Павлодарға келді. Бишімбаевтың әкесі мен Қайрат деген ағасымен көрдім. Одан кейін Астанаға қайтып кетті. Қазір 12 желтоқсан. Осы күнге дейін кешірім сұрап немесе татуласуды сұрап, алдымызға ешкім келген жоқ, деді Қайрат Нүкенов.